Сәлеметсіз бе, қадірлі көрермен? Менің каналыма қош келдіңіз. Менің каналымда әртүрлі тамақтардың рецебі бар. Көбіне әрине ұннан жасалған тағамдар, содан да бөлек басқа да тамақтар істейміз ғой. Мен соның бірін көрсетейін дедім бүгін сіздерге. Ол цветной капуста мен шпинат қосылған запеканка. Мен оны қалай жасағанымды көргіңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болып, тіркелмесеңіз тіркеліп қойыңыз, пікіріңізді айтып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыз. Мен ендеше бастаймын. Бүгінгі пісіретін тағамымызға керек заттар міне: гүлді капуста, шпинат, жұмыртқа, қаймақ болмаса майонез қосуға болады, тауықтың төс еті жартысы ғана, 300 грамдай, және сулугуни сыры. Капустамызды әдемілеп тазартып аламыз. Бүтін күйінде суық суға жуып, осындай керек емес жерлерін алып тастаймыз. Содан кейін оның гүлді бөліктеріне бөліп, кішкене ұсақтау бөліктерге бөліп аламыз. Мыналар ірілеу болып қалды, мен оларды тағы да бөлемін. Міне осылай асықпай бәрін бөліп аламыз. Гүлді капуста өзі ол өте пайдалы тағамға жатады. Диетада жүрген қыздар болса, қыз-келіншектер, немесе диабеті бар адамдарға жақсы. Адам ағзасына өте пайдалы көкөніс деп айтып жатады. Осы әдіспен пісірсеңіз, дәмі де керемет болады. Қайнап атқан кастрюльге біраз қасық толтырмай тұз салдым, және жаңағы дайындап қойған гүлді капустаның бөліктерін түгел салып қайнатып алдым. 2-3 минут қайнатамыз. Ол 2-3 минут дегеніміз қайнап бастағаннан бастап санаймыз. Ерінбей сағатқа қарап қоямыз. Көп қайнап кетсе де езіліп басқаша болып қалады. Міне 2-3 минут уақыт өтті. Әдемілеп кеңдеу ыдысқа түсіріп аламын. Содан кейін оны салқын жерге қоямын, шамалы суысын деп. Ендігі кезекте біз тауықтың төс етін дайындай бастаймыз. Ол үшін міне жаңағы дайындап қойған жарты төс еті тауықтың, оны осындай бөліктерге ұсағырақ етіп турап дайындаймыз. Тауық еті де осындай диеталық тамақтарға жатады. Негізінде төс ет құрғақтау болады, ал осындай гүлді капустамен, осындай соустармен пісіргенде өте сондай нәзік, уылжып піседі. Сондықтан мен бұл төс етті қуырғаннан гөрі осылай пісіргенді жақсы көремін. Турап болған соң бөлек ыдысымызға салып қоя тұрамыз. Ары қарай дайындап қойған жаңағы сулугуни сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Сулугуни сыры да сырлардың бір жеңілдеу түрі болып саналады. Үкіштің осы ірі жағынан өткіземіз. Тоңазытқышта тұрғандықтан сулугуни сыры әдемі жақсы өткізіледі үкіштен. Осы рецептіде осы заттардың бәрі құрамындағы адам ағзасына өте пайдалы заттардан құралған. Негізі кешкі асқа осындай жеңіл, бірақ құрамында ағзамызға пайдалы заттар көп заттардан тамақ істеп ішсек, денсаулығымызда жақсы болады. Міне үкіштен өткізіп алдық. Енді ары қарай жалғастырамыз ісімізді. Осындай бір ыдыс аламыз да жұмыртқаны біреулеп ішіне жарамыз. Төртеуінде жарып құйғаннан кейін оны жақсылап араластырып жібереміз жұмыртқаны. Ақ уыз бен сары уызы жақсылап араласқаны керек. Араластырып алғаннан кейін 1 шай қасық тұз салдым, және 1 шай қасық қара бұрыш салдым. Оны да жақсылап араластырып қойдым. Өте ұзақ араластырып кетті ғой апамыз деп ойламаңыздар. Себебі осылай жақсылап араластырып алсақ, құйған кезде де асымыздың дәмі жақсы болады. Ендігі кезекте қаймағымыз бар. Мен 5 қасық қаймақ салдым. Енді плюс-минус 1-2 қасық ештеңе де етпейді. Астың дәмін жақсы етеді. Қаймақты салып болғаннан кейін де оны жақсылап араластырып, мен вилкамен араластырдым. Ал егер сіздерде жаңа погружной блендер
болмаса жаңағыдай араластыратын құралдарыңыз болса, соған құйып жіберіп араластырсаңыз да болады. Мен енді оны алып шығарып жатқанша деп, осылай вилкамен ерінбей араластырып алдым. Енді жаңағы гүлді капустамызды аламыз. Ол суып тұр екен. Үстіне бетіне жаңағы тауықтың етін саламыз. Дайындап қойған сырдың тең жартысын саламыз. Одан кейін дайындап қойған осы сұйықтықтың жартысын құямыз. Содан кейін жақсылап араластырып қоямыз. Тұз ештеңе салмаймыз, себебі біз сұйықтықтың ішіне салдық. Гүлді капустамызды тұзды суда пісірдік. Осылай асықпай араластырып аламыз. Жақсылап барлық құрамдағы заттарға жаңағы дайындап қойған тұздығымыз, сұйықтығымыз сіңу керек. Бұл асымызды біз арнайы ыдысқа салып пісіреміз. Сондықтан менде осындай міне шыны ыдыс бар. Оның түбін аздап сұйық май құйып, майлап қойдым. Сармай болса сармай жаға салса да болады. Және майлап болғасын жаңағы араласқан заттарымызды осыған әдемілеп саламыз. Енді міне шпинатымыз кезекте. Шпинатты жапырақтарын аламыз да, осылай қолымызбен үзіп, барлығын бетіне салып шығамыз. Шпинат деген негізі нәзік өсімдік, сондықтан оны араластырып жіберсем, қатты солып қалама деп, осылай бетіне салып, сәл-сәл батырып жіберетін болдым. Турап болған соң, осындай лопатканың көмегімен итеріп арасына кішкене сыйыстырып жібердім шпинатты. Одан кейін жаңағы қалған жарты сұйықтығымыздың жартысын осы шпинаттың бетінен қасықтың көмегімен құйып жібердім. Барлық жеріне жетсін деп. Осы сұйықтықты құйып болғаннан кейін қызып тұрған пешке 30-35 минутқа қойып алдым. 35 минут өткеннен кейін сырдың жартысын, қалған жартысын осылай бетіне сеуіп шықтым. Және оны қайтадан пешімізге бір 10-15 минутқа салып алдық. Міне осылай беті сәл қызараңдап пісті. Иісі аңқып тұр, керемет. Ас үйдің іші аромат иіске бөленді. Немерелерім күтіп отыр, тезірек кесіп тарелкаларға салайын дедім. Менің немерелерімді күтіп отыр, қашан піседі екен деп. Қазір тарелкаларға саламыз, дәмін көретін боламыз. Керемет, әдемі, шашылмай, жақсы түсті. Міне осылай пісіріп жеп тұрыңыздар. Әрі оңай пісіріледі, әрі өз денсаулығымызға өте пайдалы. Менің немерелерім де міне дәмін көріп жатыр. Ал мынау өзімнің қызым, көмекшім. Дәмді болыпты. Апа, осы тағам дәмді болыпты. Осыны жиі пісіре беріңізші. Лайк басып, подписка жасаңыздар.